Сәлем оқырман, қалдарыңыз қалай? Астанада осындай керемет балалар ойнайтын жер ашылыпты, соған біз де барайық деп демалысымызды арнап балаларды алып шықтық. У-шу болып 4 баламызбен машинаға мініп алып, осындай керемет орталыққа келдік. Бұрынғы барғандардың жерімізде ол жерде құм болатындығы, мына жерде мынандай әдемі тастар екен, қолға ұстауға ыңғайлы, әдемі қолдың моторикасын дамытатын. Қызым а-души былай ойналды. Мама, ана жерге барып ойнайық, мама, мына жерге барып ойнайық деп әрлі-берлі жүрдік. Ішінде бір 4 сағат жүрген шығармыз. Папасы екеуміз шаршап, кетейік болды деп. Жоқ, мама, біз де ойнайықшы деп үлкен ұлым да ойнап алды. Керемет жер екен, келуге кеңес беремін. Қызыма жақсы болды, күшті жер екен. Өйстіп тастарды салды, шашты, ойнады. Барлық балалар сол күні көп келген екен ата-аналарымен. Бүкіл тастарды шашып, мына жақта екі ұлым батутта секіріп жүр, мынандай шариктің ішіне кіріп ойнап жүр, тер-терлер шығып. Балалар демалында кішкене су ішіндерден, жоқ, мама, секіреміз деп осылай секіріп алған. Одан мына жерде қыздар келіп мешайт етіп қалды. Қыздар, былай тұрыңдаршы, мен ұлдарымды фотоға түсіріп алайын. Диас жатады, Нұрсұлтан секіріп алады, Нұрсұлтан жатады, мен секірейін, кәне сен секіртейін деп сөйтіп секіріп алып жатыр. Мына жерде қыздар келіп қалады, қыздар, былай тұрыңдар деп былай балаларымды фотоға түсіріп алып, видеоға түсіріп алуға тырыстым. Бұл жерде адамдар бүгін ашылу болғасын өте адамдар көп болды. Сонымен қызықты өтті. Астаға тамаққа заказ беріп қойды. Келіңдер балалар, фотоға түсіріп деп балаларды фотоға түсіріп алдым. Мама деп мына жақта қызым ойнап. Мына жерде өз балаларымды түсіріп алсам, мына жерде бір мамаша келіп қалды, бір менің қызымды түсіріңізші, сөйтіп бұл баланы да видеоға түсіріп алды. Қызықты өтті бүгінгі күніміз.